Сәлем достар, бүгін біз сұлбаншық яғни сәбилеріміздің алдына алжапқыш тігіп үйренетін боламыз. Керекті құрал-жабдықтармен таныстыра өтетін болсамыз, бізге осындай қиында маталар керек болады. Бізде мұның ені 3 см қылып аламыз, ал ұзындығы өз қалауларыңыз бойынша. Және де бізге осындай мата керек болады. Мен матаны дайындап құйып қойғанмын. Және де бізге губка, сосын целлофан керек болады. Осы біздің алжапқышымызды тігуге керекті размерлерін мен қағазға түсіріп дайындап алдым, қиынып. Сіздерге түсіндіре кетсем, бізде мұнда ұзындығы мен 54 см қылып алдым. Ал бізде енін 21 см қылып алдым. Және де осы иық жағын бізде 13 см қылып аламыз. Ал бізде мойнын 9 см қылып аламыз. Және де екі иығын бізде 6 см қылып аламыз. Бізде мына екі жағын бізге маңызды емес, бірақ бұның ұзындығы бізде 11,5 см. Енді кезекте біз мына қолтық жағын шығару үшін бізге осы төменгі жағынан 2 см, жоғары жағынан 2 см-ді белгілеп сызып алып, нүкте қойып, соған біз дөңес қылып, осылай дөңес қылып сызатын боламыз. Ал қалған жерін линейкамен иығына дейін тікке сызып шығамыз. Дәл осылай шығарамыз. Ал енді кезекте осы ортасын мойнын шығару үшін дәл ортасын тауып аламыз. Яғни бізде дәл ортасы 4,5 см. Сол 4,5 см 1 см оң жағынан шығарып, 4 см-дей нүкте шығарып аламыз. Сол бойынша екі жағынан шығарып алып, біз осылай қаламызбен осылай қосып біріктіретін боламыз. Сол кезде бізде мойны шығатын болады. Осыны проектіні фотоға түсіріп алсаңыздар болады. Енді кезекте біз тігуді бастайық. Мен мұнда матасын түсіріп алып, қиып дайындап алдым. Дәл осылай. Енді кезекте целлофанның астына қойып, үстінен губкасын және де матасын қоямыз. Қойып болғаннан кейін осылай инелердің көмегімен қадап, біз жан жағын тігіп шығатын боламыз. Машинамызбен тігіп шығамыз. Достар, видео ұнап жатса, лайк басып, сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазуды ұмытпаңыздар. Тігіп болғаннан кейін осы қалған артылып қалған губкаларымызды біз қиып алып тастаймыз. Міне достар, дайын болды. Енді кезекте қалдық маталарымызды осылай жанына тігетін боламыз. Ең алдымен осы екі жағын осы ішіне арата өтекпен өтектеп шығамыз. Дайындап, өзімізге оңай болу үшін. Енді кезекте машинамызбен дәл осы видеодағыдай жан жағын тігіп шығатын боламыз. Міне достар, тігіп шықтық. Енді кезекте мен осындай қалған маталарды тігіп алдым. Осылай бізде бас жағына және де екі қолтығына осы ілу үшін осындай тігіп шығатын боламыз. Осылай жайлап өлшеп аламыз, шамамен. Өлшеп алғаннан кейін дәл бірдей қылып екеуін қиып, екі жағына тігіп шығамыз.
Міне достар, тігіп шықтым. Енді кезекте осы матамызды дәл ортасынан бөліп, иығымыздың екі жағына тігіп шығамыз. Міне достар, біздің алжапқышымыз дайын болды. Өте оңай жасалады. Жасап көруге кеңес беремін. Видеоны аса лайк басып тіркелуді ұмытпаймыз.